Ассалаумалейкум, Chevrolet Ravon Cobalt жүргізушілері. Мынау көріп тұрғандарыңыз текстрон. Әдейі 27 градуста қойып қойдым. Бүгін 27, 31 градус сияқты сезініп тұр аяз. Біреу үйде тұр. Алдында серияға жалғасы болады. Талас суық, қазір үйде жалғастырамын. Көрейік қазір қанша қойыланды екен. Сіздерге фокус көрініп тұр ма білмеймін, қозғалады. Көрдіңіздер ме? Әйтеуір қатты қатпаған. 2 литр алдым. Негізі гурға Chevrolet 1 сонда кетеді екен. Үйге кірдім. Күн аяз. Қолым тоңып қалды. Кәдімгідей әдейі үйде тұрғаныма. Үйге кірісіп қойғам, таңға жоқ. Көрдіңіздер ме? Қозғалып тұр. Үйдің температурасында. Бөлме температурасында тұр. Мынау енді жаңа кірді. Қарауланып тұр. Қараңыздар. Енді қозғалады. Дауыс кішкене қоюлау. Дауыс сұйықтау. Енді индикатордан көріп тұрсыздар ма жерде? Қазір қозғаймын. Сіздер көрініп тұр, маған көрініп тұр. Қозғалады дейді, қоюланып. Енді осы майды құямыз, енді реклама емес. Негізі регламент бойынша Chevrolet осы гур майларына текстрон 6 жазылған. Және де қазір құйғаннан көреміз. Содан кейін мынандай жасап қойдым қазір. Гурдың қалған майларын ауызым керек болды. Одан кейін өзінен шыққан шланг. Көрдіңіздер ме? Бір жіппен жасалған ішінде. Мен кішкене арнайы тапсырыс бердім. Ол тапсырыс келді кеше. Тапсырысты кеше жеткізді. Енді бұл мынандай шланг алдым. Ішкі диаметр 8 мм екен. Мынада бір ерекшелігі 2 жіппен, тіпті 3 жіппен айналып тігілген іші. Мына өзінде біраз жіп. Қарасаңыздар, ортасында ғана көрдіңіздер ме? Енді бұл өзі 5000 теңгеге шықты. Метражын алғыздым, әзер табылды. Мынандай өзінің оригиналын заказ беру үшін тосу керек екен. Оған мен тосқым келмеді. Енді осы түріне қарасаң сапалы сияқты. Көреміз енді. Орнатып. Көрдіңіздер ме? Осы. Одан кейін мынандай қысқыштар алдым. Өзінікін тақпаймын. Мынау кішкене сапасы жақсылау болу керек. Осыларды тағы орнатамын. Енді қазір қалған сериясын түсіретін боламын. Мынау енді реклама емес. Мен өзім мүмкіндігіме қарай алып тұрмын. Текстрон 2-ні көреміз енді. Қоюлау кішкене бірақ қозғалып тұр ішінде май. Қарауланып тұр, көрдіңіздер ме? Кішкене ғана дыбыс шығады. Осы сұйық қаттырақ шығады. Тағы айтылып өтем, 1 литр кетеді екен негізінде гурға. Жақсы ұнаса жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Қазір 4-ші сериясын түсіретін боламын.